Мен білем жақсы ортада болу керек, мен білем жұмыс жасау керек, мен білем кітап оқу керек, мен білем бизнес бастау керек деген, бірақ кейінге қалдырамыз. Неге? Қорқамыз, күмәнданамыз. Енді қараңыздар, Аллах тағала бізге сондай мейірімді. Сен бірдеңе сұрайсың ғой, біз үнемі сұраймыз одан. Ананы беш, мынаны беш, мынаны беш деп ше. Мысал ретінде ақшан темасында мен сұраймын Құдайдан: Құдай, пожалуйста, мен табысымды көтерші, хотя бы айына 3 миллион теңге табайын сұраймын. Сұрап жүрген кезде Құдай маған тұрып: Бақытбай, Каспий номеріңді айт, переводсын десе, күшті болар еді, бірақ ол айтпайды ғой. Ол не істейді? Мен сұраған нәрсені немесе маған бір жақсылықты беретін кезде бірінші ең алдымен менің басыма идея немесе ішіме жақсы сезім салады. Мынаны істеп көрсей дегенше, ең қызығы ондай мынаны істеп көрейін ба деген идеясын